бірақ білгенімді айта қояйын. Сіз ең алғаш осында үміткер болып келген кезіңізде менің әпкемнің салонын сіз алдыңыз, иә? Менің сестрам айтқан болатын, кішкене бақылап бере аласың ба Дидар деген бала қалай деп. Мен вроде былай қарадым да, подписчик қатты көп емес дедім, бірақ айналдыратын шығар, барбершопсыз ғой сіз, иә, шаша аласыз. Мен айттым, вроде порядочный бала дегенде қылып айттым. Ол кісі айтты, давайте онда нормальный болатын шығар, тапсырып көрем салон дегенде қылып. Потом бір уақыттар, бір 10 күннен кейін, 15 күннен кейін маған айтты, ол жігіт аренда төлей алмай жатыр дегенде қылып айтты да. Мен айттым, енді ғой. 10 күннен кейін болмаған ол. Сіздер 15 күннен 20 күннен кейін алып қойды, сондай. Мен алайын деп жатырмын, короче, салонды дегенде қылып та. Мәселен, бұл жерде не қатысы бар? Мен айтып тұрмын ғой, я сондай жағдай болды. Дұрыс айтып жатқаныңыз, бірақ мен мына жерде қосыла кеткенім, негізі сіз дұрыс, ер азаматтың басында неше түрлі нәрселер болады, бірақ мен сіздің бір нәрсеңізді ғана қолдамаймын, алаяқтықпен жаңағы харам дүние, харам ақшаны қолданғаныңызды. Бірақ ер азаматтың басында неше түрлі нәрсе болады. Мен былай істемедім деп айттым ба? Мойындап тұрмын, бәрін айтып тұрмын, я осылай болды. Маған қазір түсініп отырмын. Өз ойымды айтқым келді, бұл пікір айтты, маған өйтіп агрессивность көрсетудің қажеті жоқ. Ол айтқан затты қайта-қайта мен бетіме не үшін айтып отырсың? Енді қалай білем, сол барымды айтып жатырмын мен. Дидар, сіз мына жаққа шыққаннан кейін сіз әртүрлі пікірді енді қабылдауыңыз керек. Сіздің артыңыздан да неше түрлі әңгімелер кетіп жатыр дегендей. Жарайды. Еркебұлан. Текмемді айтқым келіп отыр да, бәрі айтып жатыр ғой. Ер азаматтың басына не келіп, не кетпейді деп. Я, ол дұрыс. Бірақ Дидар, ер азамат сен сияқты поступок жасамайды. Мұнда жаңа айтып отырсың, Әділ мен еркекше сөйлестік дейді. Ол еркекше сөйлесуге жатпайды бұл. Мысалы, Әділ бұл жерде қазір еркектің қылығын көрсетіп отыр. Ақ жүректілігін барлығын. Бірақ Дидар, сен еркек деп айтпай қойшы, ол саған конкретно мына поступктарынан кейін мен еркекше істеп отырмын деп айтуға келмейді вообще мына сөздер. Отырып, жаңағыда еркекше сөйлестім, еркекше, мысалы, Айгерімге де телефон алып бердім, оның бәрін өзің артыңа алып, еще кеп, мен мысалы қазір ойлаймын, сен жоқ, мен солай мен шығарып отырмын, сен айтшы маған. Сен қазір қалай келіп отырсың, мысалы, вообще барлығын бүлдіріп алдың да, мысалы, бауыр. Жоқ, еркек олай жасамайды, еркек ақылды еркек, ол барлығын алдына. Келмегенде керісінше оның үстіне де жаңағы еркектікке сай емес дүние жасап кетпеймін. Жоқ, келіп алып, мен еркекше сөйлесім, барлығын еркекше, я мен істеп қойдым. Мен еркекше сөйлестім дедім ба? Жоқ, мен еркекше сөйлестім дедім ба саған? Аузымнан сондай сөз шықты ма мен? Мен айттым, әділмен я сөйлестік деп. Как Шах мырза айтқандай, мен де саған қат бауырым, сенетін, сен оны білесің жақсы. Сенбесің, сенбей ақ қой. Қазір сен конкретно бәрін... Сенбейсің ба, сенбей ақ қой, мен саған сен деп тұрған жоқ. Сен жақсы көретін халықтың бәрін сен ұятқа қалдырып отырсың қазір. И сол ұятқа қалдырып өзің поступктарыңмен сен еще еркектікке де тығып жатсың да өзің поступктарың. Бұл жерде сен поступтың еркектікке түк қатысы жоқ. И қазір мен ойлаймын, шынымен де жаңа Айгерім барлығы бітті дейді, білмеймін, мынадан кейін точно ол сөйтіп айтуға. Бұл жерде мән-жайын бәрін түсіндіріп жатыр ғой, Еркебұлан. Немене айтып отырсың сен? Жоқ болып кетсе бір жөн. Қазір келіп міне мойындап жатыр. Мойындағанда ерлік қой мысалы. Жоқ болып кетуде болатын еді ғой мысалы. Я мен еркекше сөйлестім, я мен өлтіріп қойдым. Досы болып отыр, ол мысалы оны қалай еркекше деп айтасың, бауырым? Еркек ол өзіне арқаланған жүкті конкретно көтеру керек. А сен көтере алмайтын жүкті алып қойдың, бауырым, бір сөзбен айтсаң. Сен жұдырыққа қазір... И соны сен мақтан тұтып отырсың қазір. Мен бар ғой. Мен не істеп мақтан тұтып отырмын, Еркебұлан, түсіндірші мен саған маған? Жоқ, сен қазір айтып отырсың, еркекше сөйлестім. Жоқ, сен немен маған қадалып отырсың? Потому что, бауырым, сен еркектікке сен конкретно, сен еркек деп айтып отырсың. Мен еркектік деген жоқпын бұл жерде, онда әңгіме болғанда жоқ. Еркекше деген жоқ, мен әділмен кеше сөйлестік дедім. Еркебұлан, бірақ қарашы мысалы, көтере алмайтын жүкті алдың дейсің, бірақ енді осы студияға келіп осы сөздерді тыңдап отыруының өзі көтеруге тырысқандығы емес пе? Мысалы, иә, қателік жасалыпты. Бірақ екі жол бар еді. Қателік жасалды, мен жоқ болып кетейін, қашып кетейін, мәселені шешпей, ұстап көріңдер мені деген мәселе. Екінші жол, қолмен істегенді мойынмен көтерейін. Осы сөздерді тыңдайын, қанша адамды ұятқа қалдырсам да соның барлығын қабылдайын, өйткені бұл түзелудің жалғыз жолы деп таңдап келіп отыру да мүмкін. Бұл алаяқтық, Шах мырза. Біріншіден, бұл жерде қыздың сезіммен ойнап отыр. Екіншіден, мен бұл заттың бәрін махаббатқа тақамадым. Барлық түрін жасағансың, бауырым. Қаншама адамнан қарыз қалғансың, оны қайтармағансың. Махаббат неме қосылды сен бұл жерге? Жоқ, бауырым, алдау. Жоқ, бұл жерде алдау дегенге келіспеймін мен, мүлде келіспеймін. Бұл қимылға бару үшін бір себеп болды ғой, үлкен бір себеп болды. И бұл жерде, жоқ, бұл жерде махаббаттың қатысы жоқ шығар, бірақ
жоқ, Дидарға осы іске баруға қандай бір себеп, соны астарын білгім келеді, шынымды айтсам. Менің де білгім келеді, бірақ айтпай отыр ғой. Себебі не? Бір түсінейікші, мысалы, былай болып қалды, сол себепті былай, енді қате ой келді де былай жасадым. Дидар, қараш, сен айтпаған сайын біреу алаяқ деп ойлайды. Біреу сен қазір маман көріп отыр, ол кісі вообще не ойлап тастаған, ол кісіне жасырған сайын ол кісі үлкен проблемалар ойлап тастайды да, сондықтан не болған бізге де айтып берші, халыққа да айтып берші. Өйткені мысалы қараш, кеше ғана мысалы Өтегенов Данияр бір мысал келтірді, көп балалы әке балаларын асырау үшін кәдімгі бір ұрлыққа барған. Соны оны әшкерлеген, жаңағы соттайын деп жатқан кезде, не үшін жасадым деген кезде, балаларым нансыз қалған үшін жасадым дегенде, жалпы мәселе оңынан шешіліп, содан кейін қалған халықтардың бәрі көмектесіп, жағдайына кіріп, енді балаңа нансыз қалса, я түсінем онда сені деген сияқты бір ойға келген. Сен неге істедің бұны? Жаңа ғана айттым ғой, сол бизнестің зардаптары бұл. Аумандин. Қазір айтайын, неге бұл нәрсені айтып жатырмын? Себебі неге біздің арақатынасымызға кері әсерін тигізді? Өйткені мен туралы жаман сөздер айтылған Дидардың тарапына Әділге. Маған байланысты. Одан кейін Әділ екеуміз ұрсамыз сол тақырыпқа. Сол да бар, жиналып қалған. Маған да айтпа, үндемедім, айтпадым. Одан кейін қазір айтып жатыр ғой, мен Әділмен шешіп алдым осы жерге келгенше. Кеше де сөйлестім дейді, кеше сөйлескен жоқ. Бүгін келген кезде де сөйлескен жоқ негізі екеуі, келе жатқан кезде де. Өйткені мәселе шешілмеген. Себебі кеше студияға ағасы келген, Дидардың. Осы студияға? Жоқ, Әділдің студиясына, Құмыра Жүсептің студиясына келген. Сол кезде мен такси шақырып үлгермедім да, екеуі басқа жерде сөйлесті, есіктерді жауып тастап, маған шықпа деді. Хорошо дедім. Екеуі сөйлесті, біраз уақыт Әділ дәлелдеді, барлығын көрсетті, бірақ ағасы Дидарды өзі таба алмай жүрген. Дидар қазір хабардамын деп айтты ғой, ешқандай хабарда болған жоқ. Дидардың кеше қайда екенін де білмедік, ешқайсымыз. Ағасы да білген жоқ, анасы да білген жоқ, бірақ хабардамын деп айтты. Но кеше ағасы келген кезде 100 000 теңге алып келді да, осы мәселені жылы жабайықшы. Сен ештеңе болмағансып, Дидар да эфирге бара берсін. Қалай осыған дейін барып жүрді, солай бара берсін. Барлығы тихо, мирно жабылсыншы деп айтқан. Сосын Әділ маған айтты, мен 100 000 теңгені алғым келген жоқ, егер алатын болсам, осы мәселеге келіскендей болып қаламын деді. Яғни менің айтқан сөздерім бәрі өтірік сияқты болып қалады деді. Ондай болған жоқ дейсің ба? Ондай әңгіме болған жоқ, дым білмегенде келіп эфирға отырсын деген әңгіме болған жоқ бұл жерде. Бірақ ағаң келіп сөйлескені рас па? Иә, сөйлескені рас. Енді бір жағынан отбасы ретінде де бұл мәселе ойбай елдің алдына шығып жатыр ғой деп бір шешуге тырысқан бір ниеті шығар, білмедім. Бірақ жаңағы махаббатта алдау дегенге сенбеймін, мысалы. Әйгерімді қай жерде алдады бұл? Иә, бұл мәселеде махаббатқа деген сатқындық болды ма? Кен айтып отыр, иә, несие Әйгерімнің атында, бірақ ақшасын мен төлейтін едім, жартысын жауып үлгердім дейді. Бірақ бір жағынан, иә, мен ойлаймын да, мысалы, сенің кәсібің жанып жатыр, сен қарызға белшеңнен батып жатсың, онда қымбат бағасы 1 миллион теңгеге жақын ұялы телефонды алып қажет қанша? Деген сияқты сұрақтар да бар. Бірақ үмітім әлі өшкен жоқ. Мен бәрібір түбінде бір солай екен ғой деп айтатын бір себеп бар екендігіне сенемін, және Әйгерім махаббатқа сатқындық болды деп ойлай ма, және шынымен Заянт пе? Соның да жауабын береміз. Алыстамаңыз.